Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман? Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өміріңізге азық болатын керемет нақыл сөздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тыңдап, менімен бірге болсаңыз, сізге пайдасы боларына сенімім мол. Қолыңда билік барда әділетті болу, әлсіз кезіңде жүректі болу, ол нағыз текті адамға тән қасиет. Бағасына қарамай бар нәрсені ала берем десеңіз, онда сағатқа қарамай жұмыс істеуге тура келеді. Кісіні бір ғайыбын маған айтқан адам менің 100 айыбымды кісіге айтар. Өз ортасынан ажыраған барлық нәрсе құриды. Бұл адамдарға да тән қасиет. Барлық дүние өз ортасында болғанда ғана тіршілігін жалғастыра алады. Тәкаппар және қыңыр мінезді адам өзін керемет деп есептейді. Бірақ осы екі қасиет оның түбіне жетеді. Адамның шын келбетін өзінен жоғары лауазымдағы кісілермен қарым-қатынасына қарап емес, өзінен төмен, әсіресе өзінің қол астындағы кісілермен қарым-қатынасына қарап білуге болады. Үнемі жұрт не айтады деп ойлайтындар біраз уақыттан соң олардың құлына айналады. Бір қадаммен не болады деп ойламаңыз. Әу баста бәрі бір қадаммен басталған. Сіз алға қадам басып, жылжыған сайын, сіз қараңғы деп және де қорқып отырған нәрсенің ешқандай да қорқынышты емес екенін көресіз. Өзіңізге сенімді боласыз. Сенім болса, ол ең үлкен күш. Адамдардың өзіне деген сенімін оята алсаңыз, оларға атомдық күш сыйлаған боласыз. Бүгінді дұрыс өткізсең, кеше кеткен кемшілігің болса, оның орнын толтыра аласың, және де ертеңге негіз саласың. Менің жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Өмір бейне бір саяхат секілді. Біздер болсақ, сол жолдағы саяхатшымыз. Осы саяхат соңында қайда жеткеніміз маңызды. Кеше өтіп кетті, ертең әлі келмеді. Демек, сенің қолыңда бүгін ғана бар. Оны керемет өткізу сенің қолыңда. Бүгін жұрттар жасамайтын нәрселерді жасаймын. Себебі солардың арқасында ертеңгі күні жұрттар жете алмаған жеңіске жететінімді білемін. Бастау үшін керемет болу шарт емес. Бірақ керемет болу үшін бастау шарт. Кісілер екі жағдайда өзін өзгертуге шешім қабылдайды. Біріншіден, өзін жетілдіріп, таныған соң кемшілігін көріп, екіншіден, өмірде қатты қиналып, амалдың жоқтығынан. Өз ішінен жан тыныштығын таппаған кісі оны еш жерден таба алмайды. Ақылдан артық байлық, көркем мінезден артық дос, әдептен артық мұра, ғалымнан артық абырой болмайды. Жақсы күнде болсын, жаман күнде болсын, жауыңның кім болғаны маңызды емес. Маңыздысы қасыңда кімнің болғаны, кімнің болысқаны. Неге тәуелді болсақ, уақыт өте келе оның құлына айналамыз. Қанша жерден тура жолмен барамын десеңіз де, қасыңыздағы достарыңыз оған жол бермеуі мүмкін. Балаларыңыздың ақылды, зерек болғанын қаласаңыздар, оларға күнде ертегі оқып беріңіздер. Ал одан да ақылды, зерек болғанын қаласаңыздар, одан да көбірек ертегілер оқып беріңіздер. Басқадан кем болмас үшін білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Ауруды басында емдеу оңай болатыны секілді,
қателікті бірден жөндеген дұрыс. Бүгінгі осындай жасөспірімдер ертеңгі күні біздің орнымызды басады. Осыны ұмытпау керек. Адамның басынан өткерген жақсы және жаман барлық оқиғалар оның пісіп жетілуіне әсер етеді. Өмірден көргені көп жандарда жауапкершілік сезімі жоғары болады. Олардың мінезі тұрақты, ерік-жігері күшті болып келеді. Себебі олар өмір мектебінен өткен, ыстығына күйіп, суығына тоңып піскен. Әркім өз адал нәпақасын табуы үшін шарқ ұрады. Әрқайсымыз әрқилы өмір жолынан өтеміз. Ешкімге оңай соқпайтыны да анық. Сондықтан қиналып жатқан жандарға мүмкіндігінше түсіністік танытайық. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Егілмеген егістік қанша жерден құнарлы болса да өнім бермейді. Адамдарда егістікке ұқсайды. Қанша жерден ақылды болса да, біліммен сусындап, тиісті тәрбиені алмаса, жаңаша ой пікір қорытып, өз жемісін бере алмайды. Не пайда, күш жоқ болса нарлығыңнан, пайда жоқ, кең болмасаң тарлығыңнан, көрінбеген нәрсені аламын деп, айырылма қолыңдағы барлығыңнан. Бұрынғылар көп айыбы бар кісі, басқалар онысын байқап қалмасын деп, өзгеге күйе жағады деп бекер айтпаған ғой. Жамандық қайдан туар, тілден туар, әркімде ғақыл болса, тілін буар. Шығарсаң бір жаман сөз сен аузыңнан, артыңнан, айдаһар боп сені қуар. Үйлену оңай, үй болу қиын деп жатамыз. Неге мен сияқылды ойламайды? Неге мен сияқылды болмайды деу дұрыс емес. Себебі, отбасы екі бөлек жанның бас қосып ұя құрған жері. Олар екі бөлек нота секілді. Міне, сол екі бөлек нотаның әдемі үйлесімі мен керемет мелодия пайда болады. Адамдардың сені қызғанып, көре алмауы сенің дұрыс бағытта екеніңді көрсетеді. Себебі, адамдар ешқашан өзінен төмен адамдарды қызғанбайды. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артқа бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Бауыржан Момышұлы. Ақшам көп деп, жоғары жалақы төлеп жатқан жоқпын. Жоғары жалақы төлегенім үшін қыруар ақшаның иесімін. Ақшасын төлеп жатырмын ғой деп, қол астындағыларды қинайтындар емес. Олардың еңбегін жоғары бағалағандар өмірде ұтады. Ешқашан бір шегеден не болады деп ойламаңыз. Бір шеге бір тағаны, бір таға бір тұлпарды, бір тұлпар бір қолбасшыны, бір қолбасшы қалың қолды, ал қалың қол түгел бір халықты аман алып қалады. Құрметті оқырман, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.